Естеріңізде болса, алдыңғы видеоларда өзге планеталықтар мен табиғи жерсерігіміз Ай туралы айтқан болатынбыз. Шығарылымды бастамас бұрын экзопланета деген терминге түсінік беріп кетейік. Экзопланета дегенде көбі жерге ұқсас планета деп ойлайды. Негізінде бұлай күн жүйесінен тыс жердегі кез келген планетаны айтамыз. Жалпы аспан денесін планета деп айтуымыз үшін ол күнді немесе басқа жұлдызды айналуы керек. Естеріңізге сала кетсек, күн де жұлдызға жатады. Келесіден планетаның салмағы жұлдыздың салмағынан төмен және астероидтың массасынан жоғары болу керек. Яғни аспан денесінің формасы дөңгелек болу үшін тек өзінің ауырлық күші жеткіліксіз болады. Және соңғы пункт, планетаның орбитасына жақын жерде басқа денелерден бос кеңістік болу керек. Осыған байланысты Плутон 2006 жылы планета статусынан айырылып ергежейлі планеталар қатарына жатқызылды. Оның орбитасына жақын көптеген ұсақ денелер болған, ал Плутон тек олардың арасындағы ең үлкені болды. Аспандағы жұлдыздардың көптігінен күн жүйесінің аналогиясы бойынша олардың айналасы экзопланетаға толы болу керек. Бірақ әзірге біз мұндай нысандардың 2000-нан астамын ғана білеміз. Жалпы ғалымдар мұндай іспен шамамен 20 жыл бұрын ғана айналыса бастады. Ал келесі сұрақ, экзопланеталарды қалай табады? Кең тараған нұсқа ол транзитті әдіс. Елестетіп көрейік, сіз жұлдызды өте қуатты телескоппен бақылап отырсыз және оны нүкте ретінде емес, белгілі бір өлшемдері бар шар ретінде көріп тұрсыз. Бұл жұлдыздың оны айналатын өз планетасы бар деп есептейік. Бір сәтте бұл планета біз бен жұлдыздың арасындағы нүктеге келеді. Планетаның өздігінен жарық бермейтінін біле отырып және біздің бағытымызға жарық түсірмегендіктен жұлдыздың жалпы жарықтығы сәл төмендейтіні анық. Зерттелетін жұлдызға жарықтық пен уақыттың графигі жасалады. Оның алдында планета пайда болғанға дейін жарықтық тұрақты болады, ал планетаның пайда болуы мен жарықтық аздап төмендейді. Бұл жұлдыз айналасындағы орбитада планета бар екенін көрсетеді. Графиктің арқасында планетаның айналу кезеңін, жұлдыздан түсетін жарық планета атмосферасының жоғары қабаттары арқылы өтетінін білуге болады. Дәл осы жарықтың спектрін зерттей отырып, планета атмосферасының химиялық құрамын зерттеуге болады. Ал енді өмір сүруге жарамды болуы мүмкін деген планеталарға келейік. Тізімді Проксима Центавра Б планетасы ашады. Мұндағы орташа температура -39 градусты құрайды. Бұлай қарасаң, Астананың қысы сияқты. Бұл планета негізі бізге жақын жерде орналасқан. Арамызды тек 4-ақ мың жарық жылдар бөліп тұр. Планетаның туған жұлдызы қызыл карлик саналады және 65% жарықты осы жұлдыздан алады. Жалпы алғанда мұнда өмір сүруге болар еді, бірақ 2017 жылы планетаның туған жұлдызында үлкен жарылыс болып, ондағы судың барлығын буға айналдырып жіберген. Салдарынан мұндағы радиация максимум шегінен 4000 есе асқан. Рос 128b бұл экзопланета бізден 11 жарық жылдар арақашықтығында орналасқан. Алдыңғы экзопланета сияқты мұның да туған жұлдызы қызыл карлик. Жұлдыз біздің күннен жасымен сәл үлкендеу, ал салмағы 5 есе кішкентай. Толық айналым сәйкесінше 1 жылды планета небәрі 10 күнде жасайды. Ондағы температура зерттеулер бойынша 0-ден +21-ге дейін барады. Экзопланетаны Чилиде орналасқан Ла-Силла обсерваториясының ғалымдары ашқан болатын. Олардың айтуынша, Рос 128-дің температурасы ең қалыпты деп есептейді. Близе 667c Скорпион шоқжұлдызында 3 жұлдызды жүйе бар. Бұл планета солардың біріне жатады. Ол күнне 20 жарық жылдар қашықтығында орналасқан. 3 жұлдызды жүйеге 2 қызғылт сары және 1 қызыл карлик кіреді. Біздің экзопланета қызыл карлик айналасында айналады, бірақ оның аспанында 1-ден 3 жұлдыз байқауға болады. Мұндағы орташа температура 27 градусты құрайды. Жалпы жаман емес, бірақ оның салмағы жерден 4 есе көп. Сәйкесінше мұндағы тартылыс күші де жоғарылайды. Мұнда тіршілік көзі болуы әбден мүмкін, бірақ оларға планетадан ұшып кету үшін үлкен гравитацияға байланысты мықты қозғалтқышы бар ракеталар керек болады. Бүгінгі тізімнің соңғы планетасы HD 85512b. Мұндағы ауырлық күші біздің планетамызға қарағанда 1,5 есе жоғары, бірақ судың сұйық түрінде болу ықтималдығы өте жоғары. Егер бұл жердің атмосферасы біздікіндей болса, онда бұл экзопланетадағы температура +78 градусқа жету керек. Ыстықтау әрине, бірақ шыдауға болады. Бұл планеталардың көпшілігі күннен әлде қайда алыс орналасқан. Ол жақтарға барып қоныстану мыңдаған жылдарға созылуы мүмкін. Менің бүгінге айтарым осы, достар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.